Бүгінгі біздің манипуляциямыздың тақырыбы жүрек кенеттен тоқтаған кезде медициналық көмек көрсету. Мақсаты зардап шегушінің жағдайын бағалау. Өзімізбен зардап шегушінің қауіпсіздігін қадағалаймыз. Ең алдымен науқастың есін бағалаймыз. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Есіміңіз кім? Жауап жоқ. Естимін, көремін, сеземін үш әдісімен науқасты бағалаймыз. Сол қолымызды науқастың ұйқы артериясына, оң қолымызды кеудесіне, құлағымызды мұрнының ұшына таңдап тыңдаймыз. Пульс жоқ. Жанымыздағы адамға жедел жәрдем көлігін шақыруды өтінеміз. Мысалы, ақ жейдедегі ер адам, жедел жәрдем көлігін шақырыңыз. Зардап шегушіні тегіс қатты жерге жатқызып аламыз. Қысып тұрған киімдерін ағытамыз. Жейдесін және белбеуін. Басын бір жаққа бұрып, жүрек өкпе реанимациясын бастаймыз. Қолымызды құлыптау арқылы кеуденің 3/1 бөлігіне қолымызды қоямыз. Тереңдігі 5-6 см болатын компрессияны 30 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 29, 30. 2 рет дем береміз. Қолымызға дәкені орап, ауыздағы бөгде заттарды тазалаймыз. Сафардың 3 тәсілін қолданып, басын артқа қарай шалқайтып, қорғаныш маскасын аузына қойып, төменгі жақ иегін ашып, ауыздан ауызға терең 2 рет дем береміз. Осы циклды 5 рет қайталаймыз. Келесі, пульсын анықтаймыз, тыныс алуын тексереміз, есін бағалаймыз. Зардап шегушіні бір бүйірмен тізесі бүгілген күйде жатқызамыз. Жедел жәрдем көлігі келген кезде реанимация бөліміне тапсырамыз.